Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видео мен сіздерге криптовалютаны қалай сатып алуға болады, қалай сатады, сол туралы айтатын болам. Біздерге криптовалютаны сатып алу үшін біздерге биржа керек. Биржа дегеніміз не? Биржа дегеніміз бір сөзбен банк десем болады, банктың қызметін атқарады, бірақ осы криптовалюта саласында. Біздер биржа арқылы криптовалютаны сатып алып, сол жақтан обмен жасап, сата аламыз, немесе сатып ала аламыз. Қазіргі таңда биржалар өте көп. Бүгінгі видеода мен сіздерге сенімді дейтін биржаларды айтатын болам. Бізге сенімді жақсы дейтін биржаны таңдау үшін біздер осындай CoinMarketCap дейтін сайтқа кіреміз. Бұл жақта бізде биржалардың рейтингтері болады. Мысалға, бізде бірінші орында Binance тұр. Осы жерге міне бүкіл биржалардың топтарын қарауға болады. Қай биржа қай топта тұрған. Осы жерде сіздер енді бірінші, екінші орында тұрған биржалар, олар әрине сенімді биржалар. Мысалға бізде Binance дейтін бар. Кейбір адамдар білетін шығар, кейбірлер білмейтін шығар. Бұл Binance бізде баяғыдан жасап келе жатыр. 8 жылдай ма уже уақыт болды. Сондықтан да бұлар бізде әзірге бірінші орында, және де бұлардың 24 сағатта жасалған суммасын қараңыздар, өте көп, ал қалған биржадағылардікі өте аз. Сондықтан бізде Binance топ 1 болып есептеледі. Әрине біріншісі ол бізде Binance баяғыдан жасап келе жатыр. Осы жақтан сіздер криптовалютаны сатып алып, сатып ұстай аласыздар да. Осы жақта бұл жалпы ең сенімді топ 1 биржа. Тіркелуге кеңес беремін, сілтемесі описаниеда өздеріңіз тіркеліп қарайсыздар. Және де осы криптовалюта саласында бүкілінде Binance бар, бірақ соның бір 80-90% осы Binance арқылы жүреді. Жалпы бүкілі осы Binance-пен қолданады десем болады. Сіздерге бір биржа жетпейтін болады. Сіздерге егер криптовалютамен айналысатын болсаңыздар, сіздерге әртүрлі биржалар керек болады. Неге әртүрлі биржа керек, қазір айтып өтем. Мысалға, кейбір кезде бізде Binance-та бір монета шықпады. Жаңадан бір монета шықты, бірақ листинг Binance-та болмады. Binance-ға әлі шыққан жоқ. Сондай кезде бізде ол монеталар басқа биржаларда шығуы мүмкін. Мысалға, осындай Bybit, KuCoin деген сияқты биржаларда шығуы мүмкін. Сондықтан сіздер жаңа бір криптовалютаны алғыларыңыз келетін болса, бірақ Binance-та жоқ, сіздер не істейсіздер? Басқа биржаға кіріп, тіркеліп, осы жақтан сатып аласыздар. Сосын может содан кейін Binance-қа шығатын шығар. Әзірге басқа биржаларда шығуы мүмкін. Ең сенімді дейтін биржаларды айтайын. Біріншісі ол бізде Binance, екіншісі Bybit. Осыған тіркеліп қойыңыздар. Дәл сол Binance-тағыдай, бүкілі Binance-тағыдай, интерфейс бәрі Binance-тағыдай сіздерге қазір көрсететін болам бәрін. Және де үшіншісі бізде KuCoin, дәл сондай бәрі. Төртінші Get.io және де Huobi дейтін бізде биржалар. Осылардың барлығына тіркеліп қойыңыздар. Сілтемесін описанияға қалдырам. Және де біздің Telegram группада мына жерде за крипто маңызды ақпарат деген бар. Осы жерге кірсеңіздер, мына жерде крипто биржалар деген бар. Осы жерге тіркелу дегенді басып, тіркеліп шығасыздар. Бұл биржалардың барлықтарының приложениесі бар. Жазып алып, сол жақтан телефонмен де қолдансаңыздар болады. Так, сондай-ақ мына жақтан да қарасаңыздар болады. Так, енді криптовалютаны қалай сатып алады, соны айтып өтейін. Мысалға, бүкіл биржада купить криптовалюта деген бар. Мына жерде сіздер карточкамен де алуға болады, бірақ карточкамен комиссия болады. Және де P2P деген бар. Осыған кіресіздер, осы арқылы сіздер 5 комиссия аласыздар. Мына жерде купить деген жерден қызыны таңдайсыздар, теңгені таңдайсыздар. Қазір бүйтіп теңгені таңдайсыздар. Және де сіздерге $1 долларға, яғни $1 неше теңгеден сатылып жатыр, соны көрсетеді. Мына жерде кәдімгі адамдар сатып жатыр. Мына жерде сіздер, мысалы, мына адам 445-тен сатып жатыр, бірақ мына жақта минимальный 750 мыңнан екен. Мына жақта сіздер минимальный сумманы қарайсыздар да. Мысалға, мына бала 5000 теңгеден сатып жатыр. Минимальный 5000 теңге болса, сатып ала аласың. $1 $1 446-дан болады. Осы жаққа кіресінде, мына купить дегенді басасың, сумманы жазасың. Мысалға 10 000 теңге дейді. 10 000 теңгеге сен $22.4 аласың USDT. Так, және де Каспий банк деп тұр. Значит, сіздер ақшаны Каспий банкқа лақтырасыздар. Мына жерде оплата деген жерде Каспий банк деп тұр. Мына жерде купитті басқаннан кейін чат ашылады. Және де сол чатта сол адамның реквизит тұрады, номері или номер карточкасы тұрады. Соған аласында 5000 теңгені лақтырып жібересің. Купитті басқаннан кейін чат шығады. Мына жерде реквизиттер тұрады. Соған салып жүресің. Алдағы уақытта полностью түсіретін боламын, P2P-мен қалай сатып алады, өзім кәдімгі ақшасын жіберіп. Әзірге сіздерге осылай ауызша термин ба қалай айтсам болады, сондай тілде түсіндіріп жатырмын. Так, осылай сатып аласыздар. Содан кейін сіздерде ол адам тексереді, ақшасын түсірсе, сіздің ақшаңыз келсе, сізге USDT-ны беретін болады. Сосын ол USDT-ға сіздер криптовалютаны сатып ала аласыздар. Так, торговля деген жерге кіресіздер. Так,
спот дегенге басасыздар. И осы жерден мына жерде поискқа жазып любой монетаны сатып ала аласыздар. Мысалға менде мына жерде избранныйда биткоин тұр. Мысалы биткоин қазір ценасы 30 мың. Мына жерде количествосын жазасың. Мысалы долларда жазылады. Мысалы 22 долларға алғың келсе 22 доллар дейсің, купить басасың, болды. Сенде уже биткоин бар. Эфирум алғың келсе де дәл солай эфирумды аласың. Мына жерде USDT деген болу керек. USDT деген неге USDT десеңіз, себебі біздер манаға теңгеге USDT-ны алдық доллармен. USDT деген кәдімгі доллар. Бізде бүкіл сауда долларда жүреді, сондықтан сіздер доллар аласыздар. Теңгеге эфирум ала алмайсыздар, чисто долларға ала аласыздар. Так, содан кейін мысалға міне тоже эфирум бағасы. Мына жерде лимит емес, мына жерде маркет дегенді қоясыздар. Маркет деген осы жердегі бағамен, средний бағамен алынатын болады. Долларда жазасыздар, мысалы 50 долларға аласыздар. Болды. Сатқыларың келсеңіздер дәл солай, мысалы мына жерге сіздерде қанша эфирум бар, бүйтіп бүкілін сатып жүре аласыздар. 100-ге қойып немесе 75-76 деп процентпен болады. Или мына жерге бүйтіп қанша бар соны жазып цифрмен де сата аласыздар. Осылайша криптовалютаны алып сата аласыздар, ешқандай қиын жоқ. Бұл бүкіл жерде бар. Мысалға Bybit'та да дәл солай. P2P-ға кіресіз, сосын купить деп тұр. Мына жақта уже 1 доллар 454-тен сатып жатыр адамдар, сондықтан кішкене мына жақта қымбат екен. Бірақ сонда да дәл осылай сатып аласыздар 454-тен. И сосын сіздерге торговать деген кіресіздер, спотовая торговля. Дәл солай. Мысалға мына жерден поисктан іздейсіздер, қандай монета керек. Мысалы керекті монеталардың көбі мына жерде тұр негізі. Биткоин, эфирум, тағы не керек. Міне дәл сондай мына жерде жазасыздар количество қанша керек и купить, болды. Тек рыночный дегенде қоюға ұмытып кетпеңіздер. Міне рыночный, болды. Сатып аласыздар, купить, сосын сатқыларыңыз келсе міне продать, сатасыздар, болды. Бәрінде де дәл солай. Осы биржалардың барлықтарыңызға тіркелуге кеңес берем. Осы жақтан сіздер биткоинді сатып алып сата аласыздар. Және де сіздерге CoinMarketCap'тың да ссылкасын қалдырам. Бұл жақта сіздер 24 сағатта қандай монета өсті, қандай монета өскен жоқ, соның бәрін қарай аласыздар. Қазіргі кездегі міне топ монеталарды көрсететін болады. Міне бізде топ монеталар қазіргі кезде. Сіздерге барынша түсіндірдім деген ойдамын. Түсінбесеңіздер маған дейтін ВК-ға жазсаңыздар болады. Ақша табу жолдары, біздің беседамыз бар, беседаға кіріп жазсаңыздар болады. Және де Телеграмға кірсеңіздер болады, сілтемесін қалдырам. Мына жақта чат бар, чатқа да жазсаңыздар болады. Бүкіліне жауап берем барынша. Осы криптовалюта саласында ақша табу, интернеттен тағы да басқа сондай темаларда сұрақтар болса жауап беретін боламын. Осымен видео аяқталды достар. Сіздерге видео ұнаса лайк басып каналға тіркелеміз, және де біздің Телеграм тобымызға жазылуды ұмытпаңыздар.